Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін құнарлы, тойымды салат рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ол үшін алдымен қиярымызды алып, дәл осылай ұзынша етіп турап алып, кейін соломкаға турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Кейіннен қайытылған тауықтың төс етін алып, бөліктерге бөліп, ұзынша не болмаса ұсақтап, төртбұрыштап турасаңыздар болады. Турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз бұны да. Кейіннен бір дана қайытылған картопымызды алып, бұны да ұсақтап, төртбұрыштап турап шығамыз. Картопымызды турап болғаннан кейін мұны да ортақ ыдысымызға саламыз. Кейіннен корнишонымызды ұсақтап турап аламыз. Кейіннен қайнатылған жұмыртқаларымызды ақ уыз мен сары уызын ажыратып аламыз. Бұл жерде сары уызды соусқа пайдаланатын боламыз, 2 данасын, ал ақ уызды салаттың өзіне салатын боламыз. Дәл осылай ұсақтап турап шығамыз. Енді майонездің үстіне 2 дана сары уызды салып, барлығын жақсылап салып, аздап тұз саламыз. Соусымызды салаттың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір дана сары уызды бетіне әсемдік үшін сепсек болады. Бұл салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.